Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Жаратқан Аллаға чексіз мақтаулар болсын, пайғамбарымызға саламдар және алқыштар болсын. Пайғамбардың сүннетіне муафық мына неке жұмысын баштайбыз. Бисмилlah. Ece тынч отырғыла сіздерден сұранамын. Тынч отырғыла. Нұрланбек қызы Арина, Чуағажы ұлы Абдуллаға толық дене мүшеліңізді бағыштадыңыз ба? Bağışlarım. Uqtыңыздар ба? Uqtыңар ба? Yola uqtыңыз ба? Чуағажы ұлы Абдулла, Нұрланбек қызы Аринаны толық дене мүшеліменен аялдыққа қабыл қылдыңыз ба? Bismillahirrahmanirrahim. Қабыл алдым. Uqtыңыздар ба? Uqtыңыздар ба? Alhamdulillahi Rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة على ما تراضي وأقول قولي واستغفر الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اصلح بينكما وجمع بينكما وبارك عليكما жаратқан некеңіздерді құтты берекелі қылсын, қармашқан қолыңарды Құдай Таалам бекер қылсын, келешектегі шыққан перзентіңер Чуағажыдай, чоңатасындай алым болышын Құдай Таалам нәсіп қылсын. Ошол қызды тәрбиелеген Құдағи еже сізге, ошол Абдулланы 9 ай қарында көтерген ошол жеңебізге Құдай Таалам мында ширин құдалардан болып жүрсіңерді Құдай Таалам нәсіп қылсын. Екі үй біледі Алланың рахматы қиямат күндері жағып тұрсын. Алла. Хоп, келін жақ шашып тұр құлағыңды. Ошол жыл, ошол саат, ошол минут, ошол секундқа дәрі бір ата бір ене менен келген болсаң, ошол секундадан баштап екі талып екенелі болдың. Өзіңдің атаңды апаңды қандай урматтап сүйіп сыйлаған болсаң, Абдулланың атасы мен апасын ошондай қылып урматтап сүйіп сыйлашқа милдеттүүсүн. Егер де неке қонырғасынан қонып, барып, өмірлік жарыңды үйіне барғанда, өзіңдің ата тегіңді, апаңды, туған ұрыңды мақтап тақтап, қандайдыр бір деңгейде күйөөңдүн, кайны журтуңдун кемчилигин издеп, кайны журтуң тараптан bir ушак бул жака алып келе турган болсоң, биринчи сенин эси жоктугуң, сенин ушул жердеги адилетсиздигиң ошол жерден башталат кызым. Биринчи кызым ошон үчүн ушул нерсеге өтө катуу көңүл бурасың. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ушул күнгө дери атаң менен апаңдын эркек кызы болуп, каалаганда тиякта, каалаганда биякта ойноп күлүп жүргөн болсоң, ушул секундадан баштап Абдулладан рухсатсыз bir erkek zatın karашқа, bir kadam үйден çıkışқа hukukun жоқ kızım. Bağışladım degenden keyin ayal zatı толық бирөөнүн ыктыярына өтөт. Ушул секундадан баштап атаңдагы, апаңдагы керек болсо, Абдулланын рухсатсыз сени эч жака чакырып алышка акысы жок кызым. Нике ошон үчүн никеленет, ошон үчүн никеде ушуну айтат. Үчүнчү айта турган маселе икрам иззатка көңүл бурасың. İkram izzat деген не дегени десе, кайненең менен кайнатаңдын үйүнө барып, өмүрлүк жарыңдын коноргосуна конгондо, татынакай келин болуп үйдө отурганыңда, күйөөң 100 жолу кирсе, ордуңдан туруп, кабагыңды салбастан, былтыйбастан, тултыйбастан, жүзүңдөгү күлкүңдү ар бир киргенде, күйөөңө белек кылып, урматтуу байым келиң, урматтуу жарым келдиң деп, ошондой кылып күтүп алышка аракет кылдым кызым. Түшүндүңбү? Жана мен чай ичкенде айтып отурдум, мына азыр эже, мына күйөөсү бар эжелер, күйөөңөр киргенде ордуңардан турбай коюп атасыңар. Эже, туурабы? Ошон үчүн мен сизден суранып кетем, Арина кыз, ошол үчүн кызым ушул нерсеге өтө катуу көңүл бурасың. Үйдө отурганыңда сырттан